да салуым керек қой. Сіздер сияқты көре алмай қалған оқушыларға, YouTube-тан тамашалап жатқандарға барлықтарына сәлем. Біз енді бастадық. Міне, бізді тамашалап жатқан әзір 23 оқушы бар екен. Бірінші сұрағым мынандай: 1 килограмм 600 теңге тұратын 5 килограмм алмаға және 5 килограмм алмұртқа 5000 теңге төленді. Алмұрттың бағасы қанша екенін табу керек. Так, бірінші 600-ді не істеймін? 600-ді 5-ке көбейтіп, жалпы алмаға қанша теңге төленгенін тауып аламын. Ол қанша теңге болады? 3000 теңге болады, иә? Енді барлығына 5000 теңге жұмсалса, 5000 теңгеден осы алманың бағасын алып тастаймын. Яғни 5000-нан 3000-ды алып тастаймын. Сонда қанша теңге қалады? 2000 теңге. Бұл 2000 теңге алмұртқа кеткен баға, ақша. Алмұртқа кеткен ақша. Сондықтан мен осы 2000 теңгені 5 килограммға бөлсем, 1 килограмм алмұрттың бағасы шығады. 2000 бөлінген 5. 2000-ді 5-ке бөлсек 400 болады, иә? Сонда 1 килограмм алмұртымыз бізде қанша болады екен? 400 теңге болады екен. 1 е. Так, мына бәрін өшірейін. 1 е болды. Дұрыс қой, түсінікті ма есеп? Есеп түсінікті болса, чатқа жазып қойыңыздар. Есеп түсінікті болса, чатқа жазып қоямыз. Так. Қазір екінші не ашылсын, чтобы бізге оңайлау болу үшін тексеріп кете беруіміз керек, иә? Так, 1181, 1 е, 1 е, дұрыс. Так, екінші сұрақ. Кестедегі бос орында қандай сандар тұратынын табыңыз дейді. Так, бөлінгіш, бөлгіш, бөлінді, қалдық. Так, бөлінгіш, бөлгіш, бөлінді. Бөлінді дегеніміз мына шыққан жауап. Яғни бір санды 27-ге бөлген кезде 12 шығып, әйтеуір қалдық қалған. Біз енді сол нені табуымыз керек? Сол сан мен қалдықты табуымыз керек. Так, қол көтеріп тұрған оқушы бар екен. Әсем Полатбек қызы. Әсем Полатбек қызын қосамын. Әсем, даусыңызды қоссаңыз болады. Микрофонды. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Әсем? Қай қаладансыз? Мен Түркістан облысы Ордабасы ауданынан. Жақсы. Бөлінгішті қалай табамыз? Қалдықпен бірге. Мына есепте. Бұл жерде жаңа өзіңіз құрғанда теңдеу құрып алсақ, өзімізге оңай болады. Сөйтіп 27 мен 12-ні көбейтеміз. X-ті табу үшін 27 көбейту 12. Қанша болады екен? Сол кезде 324 шығады. Қазір мен калькуляторды ашып көрейін. Өйткені сізге сеніңкіремей тұрмын деп қояды дедім. Өз әзілесім. Қазір 27 көбейту 12. Что басқаларға да түсінікті болу үшін 324 шықты. Аха. Енді не істейміз? Енді ана жерде қарасаңыз, бізде қалдықта шығу керек. Сондықтан да бізде ана жерде 325 және қалдық бір. Яғни мына жерде азайтындысы 324 болатын санды табуымыз керек, е? Екі санның азайтындысы 324-ті беретін санды табу керек. Ол тек қана неде тұр? Е нұсқасында ғана тұр. Яғни 325 пен 1. Мына 324-ті 27-ге бөлген кезде 12 шығып, бір қалдығымыз қалады деген. Дұрыс па? Иә. Осылай шығарылады. Дұрыс, жақсы. Рахмет. Микрофоныңызды өшіре беріңіз. 2 бізде не болды? 2 бізде так, е болды. Тексеріп көрейік 2-ні. 2 тоже е екен, дұрыс. Дұрыс есептеппіз. Жаңадан қосылып жатқандарды қосып жіберейін. Кірмей жатыр ғой дейді. Крет, қазір қостым, енді қостым сіздерді. Так. Аны өшіріп қояйық. Сонымен келесі есеп. Иманғали 100-ге дейінгі барлық 100 натурал сандарды жазып шықты. Ондағы 7-ге есел сандардың пайыздық үлесін табыңыз дейді. Мақпал Ерлан қызы. Мақпалды қосып көрейік. Мақпал Ерлан қызы, микрофоныңызды қоссаңыз болады. Мақпал. Мақпалдың микрофоны істемейді екен. Мақпал, микрофоныңызды қосын шыққан. Ағай, мен просто сабақта бармын деген секілді қол көтергем ғой, ондай емес. Мына есепті шығара алмайсыз ба? Жоқ, 100-ге дейін барлық 7-ге бөлінетін істейтін сандарды, еселі сандарды сызып тастаймыз. Одан кейін сол 100% деп аламыз да, сандарды X деп аламыз. Хорошо, қанша бар екен? 7. Иә, қазір есептеп көрейін. Сіз айта бересіз, мен жаза берем. 7, 14, 28, 28. 21, 28, сосын
Айта беріңіз. Ағай, осындай ғой, осынша барлық сандарды санаймыз, сөйтіп Сіз айтып шығаршы, мен жазып шығайын да. Сіз айтыңыз, мен жазам. Аха, қазір. Өз көріп тұрсыз ба? Маған ілесіп алсаңшы, 49, сосын. Аружан? Аха, саламатсыз. Короче, ағай, бұл жерде біз бірден 100-ге дейінгі 7-ге бөлінетін сандарды жазып шығамыз. Яғни 7, 14, 21, 28, 35, 42, 39, 56, 63, 70. Одан кейін 77 жазып қойдыңыз ба? Енді осылардың барлығын санаймыз. 2, 3, 4. Санаған кезде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 болды. Енді біз 100 санды 100% деп аламыз. Аха. 100 санды 100% деп аламыз. Ал 14, жаңағы 14 санды x% деп аламыз. И осыны пропорция құрып құрамыз. X-ті табу үшін 14-ті 100-ге көбейтіп, бөлеміз 100-ге, 100 бен 100 қысқарып, жауабы 14. С болады. Жарайсыз, Аружан. Микрофоныңызды өшіре беріңіз. 14 бен 100-ді көбейтіп, бізге бөлеміз. Хорошо, 14 шықты. Түсінікті ма есеп? Дыбыс неге шықпай жатыр дейді. Қандай дыбыс? Досжан? Жақсы, сіз өшіре беріңіз. Рахмет. Қандай дыбыс? Түсінікті ма есеп? Есеп түсінікті болса, келесі есепке өте береміз. Досжанға қандай дыбыс? Звук шықпай жатыр ғой дейді. Қазір. Төменде сол жақ бұрышта микрофон белгісі бар, үстіне басасыз, вызов деген сөз шығады. Сосын сол вызов сөзінің үстіне басасыз. Біздің сабаққа ше, қазір 6-шы күнгі сабақ қой, 5 күн бойы кіргендер түстен кейін оқитындар ғой. Ал түске дейін оқитындар, таңда оқитындар біздің сабаққа қосыла алған жоқ. Енді қазіргі қосылып жатқандар, сол таңғы неде қосылатындар, бүгін енді демалыс болғаннан кейін жаңадан оқушылар көп. Сондықтан олар түсінбейді онша. Қалай не болу керектігін. Қорапта 8 көк шар мен 12 қызыл шар бар. Кездейсоқ алынған бір шардың көк түсті болуының ықтималдығын табыңыз дейді. Жақсы. Нұржан Бекболат. Нұржан. Саламатсыз ба? Ықтималдықты қалай белгілейтін едік? П әрпімен. Аха. Ол не? П әрпімен ықтималдықты белгілейміз. И сосын үстіне ем, ол бізге керек жағдай, астына ен барлық жағдай. Жалпы и қолайлы. Хорошо. Барлық бізде қанша жағдай бар? Барлығы бізде 20. Қалай білдіңіз оны? Шарлардың барлығы 8-ге 12-ні қосқанда 20 болады. Барлығы бізде. Бізге керегі қайсысы? Ал бізге керегі 8 шар көк. Көк түсті болуы 8. Аха. 20-дан 8 болды. Сол кезде бұны шеше алмайтындар, если что болса, олар қысқартып жіберсе болады 4-ке, сондай 5-тен 2 шығады. Оны бөлсек 0,4. 2-ке қысқарта салайық, 10-нан 4 болады. 2-ке қысқартсақ. 10-нан 4. Аха. 0,10-нан 4. Сонда 0,4. Дұрыс, жақсы. Мынау бізде С. 3 пен 4 қазір қоя тұрыңыз. 3С, 4С. Дұрыс екен. Дұрыс есептепсіз. Жақсы, Нұржан. Өшіре беріңіз микрофоныңызды. Келесі есепке өтейік. Түсінікті ғой, есеп. Келесі бізде 5-ші есеп. 5-ші есепте күшті есеп. Факториалдарға байланысты. Факториалдарды мен түсіндірген болатынмын. Қазір соларды тексеріп көреміз. Кім шығара алады екен, кім шығара алмайды екен. Жетімет, Так, чатты бір ашып қояйық, не болып жатқан екен. Ағай оқушылардың қабылдасын шықпай алмай жатыр. Ағай менде де шықпай жатыр. Звукты айттым ғой қалай шығару керектігін. Қазір қалай түсіндірейін енді. Қазір қоя тұрыңыздар, күте тұрыңыздар. Сабақта дауысты ести алмай жатқандар, төменгі бұрышта микрофон белгісі бар, үстіне басасыздар, сол кезде вызов деген сөз шығады.
сол вызов деген сөздің үстіне басасыздар, сол кезде дауысымыз шығады. Әрі сіздердің микрофондарыңызды қосылады. Так, бірінші топқа жібердім. Бұны 2, 3, 4, 5-ке таратып жіберейін. 2, 3, 4 и 5. Так. Хорошо. Келесі 5-ші қол көтерілген оқушылардың біреуін қосамыз. Бізде Гаухар Амангелді. Гаухар, микрофоныңызды қоссаңыз болады? Гаухар. Ағай, короче, бұл жерде 5-ші есепте. Мұғалім. Дауысым естіліп тұр ма, ағай? Так, сіз Аружан қосып жіберіңіз. Тек қана Гаухар сөйлесін. Гаухар айта беріңіз. Сіз түсіндіргеніңіздей факториал деген 5-тің құрамындағы сандар, яғни 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке дейінгі натурал сандар. 5-ке дейінгі натурал сандар. Көбейтеміз, сосын 3-ті да сөйтеміз, 1 көбейту 2 көбейту 3 деп. Сонда бұл жерде көбейтіп 120 азайту 6 болады ғой. Так, 114 болады. 6, 6-ға 4, 24, 24-ті 5-ке көбейтсек 120 болады. Мынау 120, мына 1, 2, 3-ті көбейтсек 6. 120-ны 6-дан азысақ 114. 19-ға бөлем. 114 бөлі 19, 6 шығады. Так, 6 қойсақ, 6 шығады екен. Дұрыс. Дұрыс есептеңіз, Гаухар, рахмет. Өшіре беріңіз. 6 бізде В нұсқасында тұр. 5В. Тексеріп көрейік. 5В. Дұрыс. Так. Қазір мен шатасып жатырмын. Өйткені информация көп. Мына жақтан қосылмай жатқан оқушылар жазып жатыр. Мына жақтан бандикам жауып қалып жатыр. В общем, сонда сыныптағы 32 оқушының әрқайсысы не шахмат, не тоғызқұмалақ ойнауды біледі. Шахмат ойнау білетіні 20 оқушы, ал 10 оқушы шахматта 9 құмалақта ойнай біледі. Неше бала 9 құмалақ ойнау білетінін табыңыз деген екен. Так, кімді қосайық? Әсем. Әсем, микрофоныңызды қосыңызшы. Әсем. Бұл жер айта берейін, бұл Айта беріңіз. жерде 32 оқушы. 20 оқушы шахмат ойнауды біледі дейді, ал 9 оқушы құмалақ ойнайды. Осындай диаграмма құрамыз, сөйтіп 32-ден 20-ны азайтамыз. Так, мына көктегілер шахмат ойнайтын, тек қана шахмат ойнайтын оқушылар болсын. Недегі күлгін түстегілер 9 құмалақ ойнайтын оқушылар болсын. Жалпы түрі, екеуінде ойнайтындар қанша дейді? Екеуінде шахматта да 9 құмалақта да ойнай білетіндер қанша дейді бізде? Қанша оқушы екеуінде ойнай біледі екен? 10, өйткені ал 10 оқушы шахматта да 9 құмалақта да ойнай біледі. Яғни олардың шекарасында тұрған бөлігі, қазір мына 2 шеңбер бізді қанша бөлікке бөлді? 2 шеңбер жиынды 3 бөлікке бөлді. Мына бір бөлігі, мына ашықтық ақ. Бір бөлік, мына ортадағы екінші бөлігі, мына жақтағы ашықтық, яғни кеңістік, ол үшінші бөлік. Олар әрқайсысы нені береді? Ол әрқайсысы кеңістік нені береді? Мына ортадағы кеңістік шахматта да 9 құмалақта да ойнай білетін адамдардың саны. Ал мына бос кеңістік, шахмат жақта тұрған бос кеңістік, ол тек қана шахмат ойнайтындар. Тек қана шахмат ойнайтындар. Ал мына жақтағы кеңістік, ол тек қана 9 құмалақ ойнайтын оқушылар, Ал круговой неше дейді? Мысалға мына сұрақ қойылады. Ағай, 32. Мынан ненің өзі нені береді мынаны круговой? Жоқ, бұл шахмат ойнай білетіндер. Тек қана емес, общий шахмат ойнай білетіндер. Ал мына сызық, бұл общий 9 құмалақ ойнай білетіндер. Қазір бізде қандай болып тұр жағдай? Шахмат ойнай білетіндер 20 болып тұр. Енді мына жерге мен не жазам? 32-ден 10-ды аламыз, сөзде 22 шығады. 9 құмалақтыңқы, сонда 22 болады ойнайтындар. Мына жерге не жазам? Ол жерге шахмат ойнайтындар 20 оқушы деп тұр ғой. Шахмат ойнайтындар 20 оқушы деп тұр, Мен жаңылда айттым, шахмат ойнайтындар қайсысы дедім? Шахмат ойнай білетіндер. Қай кеңістік? Қарамен деп отқанымыз. Мына қарамен неғылған сызғанымыз, сол не? Шахмат ойнай білетіндер. Шахмат ойнайды. Яғни олар қанша дедіңіз сіз? 20 дедіңіз, 20,
Бізде қазір оның ішінде 10 тұр уже. Мына жерге мен қазір 20 алатын болсам, 20-ға 10-ды қосып жіберсек, 30 болып кетеді. 30 болып кетеді. Сонда мен не жазамын мына жерге? Жоқ, 10 болады. 32-ден 20-ны азайтып тастаймыз ғой. 10 болады. Мына не қалды? Сонда 22 қалды. 12 болады. Мына кеңістікте 12 болады. Ал 9 құмалақ ойнайтындар 22. Неше бала 9 құмалақ ойнауды біледі? 22 болады жауап, иә? Негізінде сіз дұрыс таптыңыз. Бірақ та бұдан басқа есептер келген кезде, мынау нені Вен диаграммасын сызып, қай бөлік не екендігін білу керек. Мынау ортадағы екеуінде де ойнай білетіндер. Мына жақтағы тек қана шахмат ойнай білетіндер. Мына жақтағы тек қана 9 құмалақ ойнай білетіндер. Ал мына шеңбер общий 9 құмалақ ойнай білетіндер. Яғни мына екеуін бір-біріне қосып жіберемін. Ал мына шеңбер общий шахмат ойнай білетіндер. Ол кезде тағы да мына мен, мына жердегі санмен, мына санды қосып жіберуім керек. Түсінікті ғой? Басқаларға айтып жатырмыз. Түсінгеніңізді білдім. Микрофоныңызды өшіре беріңіз. Так. Чатқа бір қарап қояйық, не болып жатқан екен, өйткені чатты көрмесек болмайды. Так, басылып кетті. Неге? Түсінбедім. Так. Дауысыңыз үзік шығып жатыр дейді. Үзік шығып жатыр ма дауысым? Қазір қандай шығып жатыр? Дауыс нормаль ма? Жақсы енді, дейді. Дауысым негізі бәңілден бері жақсы шығып жатыр, білмеймін енді. Келесі, 7-ші есепке өтеміз. Күмістің 2 қоспасынан 3-ші қоспа дайындалды. Бірінші қоспаның массасы 50 грамм. Оның 60% таза күміс. Бұл есепті өткенде бір оқушы бізге үйретті, былай болады деді. Бірінші оқып алайық. Күмістің 2 қоспасынан 3-ші қоспа дайындалады. Бірінші қоспаның массасы 50 грамм, оның 60% таза күміс, ал екінші қоспаның 80% таза күміс. Олар дайындалғандан кейін 3-ші қоспаның 64% таза күміс болды. Екінші қоспаның массасын табыңыз деген екен. Так, ол мынандай. Бірінші болып 50 грамм жазамыз. Оған қосамыз, екінші қоспаны x деп аламыз. Шыққан сан бізде не болады? 50 қосу x болады. Дұрыс па? Үшінші қоспа, яғни 50 қосу x. 50 граммымыз қанша пайыз деген? 60. Оны астына жазамыз, 60. Оған қосамыз қанша пайызды? 80%. Шығу керек. Қанша пайыз шығу керек? 64% шығу керек. Мынау қосу болғанда пайыздар. Кәдімгі сандар емес. Әрқайсысы пайыздар. Не? Пайыз белгілер. Енді мыналар бір-біріне көбейтеміз. 50-ді 60-ға көбейтеміз. Мынаны x-ті 80-ге көбейтеміз, мынаны көбейтеміз. Сонда 50-ді 60-ға көбейтсе қанша болады? 300 болады, иә? Жоқ, 3000 болады. Оған қосамын 80 көбейту x. Солай бола ма? 64 қалай шықты дейді. Аружан, 64 өзі неде берілген ғой? Берілгенде. 64-ті көбейтемін қаншаға? 50 қосу x-қа. X дегеніміз ол екінші қоспа. Так, сонда 3000. 80. 64-ті 50-ге көбейтсек. 3000, 3200. 64-ті x-ға көбейтсек. 64. Так. 64 плюс 64x мынақа минус өтеді. Яғни 80x азайту 64x. Тең 3200 азайту, плюс 3000 мынақа минус өтеді. 3000. 80-ден 64 азайтсақ 16x. 3200-ден 3000 азайтсақ 200. X-ті табу үшін 200-ді 16-ға бөлемін. 200 бөлінген 16. 12,5 шықты. Түсінікті ма есеп? Сонда бізде 12,5
д. 7D 6V. 6V 7D. Дұрыс келе жатырмыз. Пока что. Есеп түсінікті болса, комментарийға түсінікті деп жазыңыздар. Неге чатқа? Так, келесі 8-ші есеп. А, Ж, З әріптері жеке парақтарда жазылып, мұқият араластырылған. Осы парақтарды тізбектеп қойғанда жаза сөзінің шығу ықтималдығын табыңыз. Кім таба алады? Қол көтеріп тұр. Мақпал және Нұржан. Нұржанды қосып көрейік, ықтималдық жақсы шығарады екен. Нұржан? Бізде А, Ж және З әріптері бар, е? Қалай табамыз? Таба аласыз ба, әлде басқа біреуге бере салайын ба? Жоқ, мен табам. Бізде барлығы 4. Бізде барлығы қанша жағдай бар? 4, 4, 16. Бізде 16 жағдай бар ма? 9 жағдай бар. 12 емес па? 12 жағдай бар емес па? 12, я 12 болады. 12 жағдай бар. Жаза дегені... Иә, 12. Жаза дегені ішінде біреу ғана, е? Жаза. Біреу ғана, иә. 8 В. 12, иә, дұрыс. 8 бізде В. А әрпі 1 рет. А әрпі 2 рет болғаннан кейін біз оны бұлай жазсақ та... Оны 1 деп... Иә, 1 деп аламыз да, бұлай жазсақ та, бұлай жазсақ та... Қалғанын 3. Аха. Иә. Сонда 12 болады, жалпы жағдай сосын. Нұржан, мені тыңдаңыз. Мына 12-ні қалай таптың, соны айтыңызшы. Барлығы 4 әріп қой, иә? Аха. Барлығы 4 әріп. И сосын А әрпі 2 рет кездескеннен кейін, оның біреуін қана аламыз, сонда 3. Көбейтеміз 3-ке, сонда 12. Бұлай ғой, 4 әріп болғаннан кейін, бұлардың ішіндегі нелер, комбинациялар 4 факториал болады дейсіз. 4 факториал болады. 4 әріп болғаннан кейін. 4 факториалымыз тең болады. 1 көбейту, 2 көбейту, 3 көбейту, 4. Тең 24. Енді, ағай, мына А деген әріп 2 рет қайталанған. Яғни біз А, З, А, Ж дегенмен, мына А мен мына екеуін орнын ауыстырып қойсақ, еш нәрсе өзгермейді. Сондықтан мен А мен мына Аны бір комбинация деп аламын, және 24 комбинацияның тек қана 4-тен 3 бөлігін ғана аламын. 4-тен 3 бөлігі. 4-тен 4 бөлігі емес, 4-тен 3 бөлігін ғана аламыз. 4 пен 24 қысқарады. Наған 1-ден, наған... Жоқ, ол емес. 4 бөліп 3 бөлігін аламыз. Иә, 4 бөліп 3 бөлігін аламыз. Сол кезде қанша болады? Мынау 8, жоқ 6, 6-ны 3-ке көбейтеміз. 18 болады. Енді 18-ден... Жоқ, ол емес, мен қателесіп кеттім. Так, артқа қайтайық. 2-ге бөлеміз. 24-ті 2-ге бөлуіміз керек. Қазір принять етейік. Мен неден қателестім? Бізді микрофонды кім өшіріп қойды? Нұржан, микрофоныңыз қосық па? Иә. 24-ті таптық. 24 рет комбинация жасауға болады екен. Соның ішінде 12-сін қалдыруымыз керек. Қалай қалдырамыз оны? Жаза деген біреу болады. 24-ті 2-ге P факториал 4 азайту 1 болады. 3 факториалды қойсақ 6 болады. 24-ті 6-ға қосақ 4. 3-ге көбейтеміз 12. Жоқ, мынау негізі 12 комбинация болады. Бірақ та ол не екен? Қалай шығардық қазір? Қазір қоя тұрыңыздар, табамыз. В общем, Адан басталатын комбинациялар саны А, Ж, З, А, З, Ж, және А,
Ж, З, А, Ж, А, З. Мынау Ж ғой. Сосын А, З, Ж, А. Және А, З, А, Ж. Қанша болды бізде? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау болды. 6. Осындайдан З-да да тура осылай болады. Алтау. Сосын Ж-да да тағы да алтау болады. Қалғандары бізде кездеседі. Яғни 6-ға 6-ны қосамыз, 12, 12-ге 6-ны қосамыз, қанша болады? 18 комбинация болады. 18 комбинацияның ішінде қаншауы бізде не болады? Жаза деген сөз шығады. Екеуі. 18 комбинацияның екеуінде жаза деген сөз шығады. Сонда олар қысқарады, 9-дан 1 болуы керек. Жауап бізде А болуы керек, бірақ та мына жақта жауапты 8-ді 8 ба бізде? Я, 8-ді мына жақта В деген. 8-ді В деген. Бірақ та мен сіздерге мынаның 9-дан 1 екендігін дәлелдеп бердім. Дұрыс па? Мен қай жерден қателестім? Қол көтеріңдерші, егер түсініп тұрғандар болса. Кім, Нұржан, сіз микрофоныңызды өшіре беріңіз. Басқа оқушылар бар ма? Пакизат бізде қол көтеріп тұр. Так. Саламатсыз ағай. Саламатсыз. Ағай, мына жерде бар емес пе ше? Иә, мына 2-аны 1 деп алғанда ше, жағдайды қарастырғанда, енді 3 болады ғой, 3 коэффициент деп алып, енді оны содан кейін барып 12 деп алды деп ойладым да мен. Олай емес пе деген. Қазір мына аны басты бірінші тұрған кезде, мына жақтағы комбинациялар 6 болды, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Аны бастапқы кезде. Енді тура осылай Ж-ны қойсаңыз да 6 шығады, З-ны қойсаңыз да 6 шығады. Барлығы болып 18 болды. Или ше, былай істеп көрсекші. Все. Мына аны біз тағы да бір комбинация деп есептейді екенбіз. Сонда барлығы болып 6, 4-еуі 24 болады. 24-тен жаза деген сөз 2 шығады, 24-тен 2, бізде 12-ден 1 шығады. Все, түсінікті. Рахмет, Пакизат. Пакизат хотя бы ой түрткі берді. Мынандай ағай, сіз ананың не үшін 2 комбинация деп айтып жатырсыз деген сияқты сондай бізге ой толғау жасап берді. Жақсы өшіре беріңіз. Рахмет. Так, есеп түсінікті шығар енді. Өйткені мен мына жерде аны бір ғана жағдай деп алсам, мына аны тағы да бір екінші комбинация ретінде алу керек екен. Сонда бізде шынымен де 24 комбинация болады, барлығы болып 4 факториал. Сол 4 факториал 24 шыққандығы үшін. Ал жаза деген сөз 2 рет пайдаланылады. Біріншісі жаза, екіншісі басқаша жаза. Сонымен бізде так. 9-шы есеп. 7 минутымыз бар. Кестеде 3 қаланың тағам өнімдерінің бағасы көрсетілген. 2 литр сүт, 4 килограмм картоп және 3 ондық жұмыртқа үшін ең аз төленген ақша мөлшерін табыңыз. Так, бұны енді бір оқушымен орындайық. Қол көтерген оқушыды қосатын боламын. Так. Ешқандай қорықпаңыздар, мен ұрыспаймын, мен баға қоймаймын, бұл тегін сабақтар, ешқандай ненің қажеті жоқ. Тек қана қол көтересіздер, все. Так, Аружан, Нұржан, солар. Досжан, Нағима. Досжанды қосып көрейік. Барлық қыздар болып кетті. Досжан. Ассалаумалейкум. Уағалейкумсалам. Досжан, көшедесіз ба? Так. Мынаны есептеу керек. Қалай есептейміз? Түсіндіңіз бе сұраққа? Иә, барлығының бағасын бірінші қосып шығамыз. Семейді бірінші тауып алайық, 2 литр 440 теңге. 4 килограмм картоп 360 теңге. Сосын? 440. 3 ондық жұмыртқа. Осылай бола ма? 1320. Досжан, түсіндіңіз бе? Иә. Мынандай ғой, 2 литр сүт дейді. 1 литр сүтіміз 220 болса, 2 литр сүтіміз 440 болады, дұрыс па? 1 килограмм картопымыз Семейде 90 теңге болса, 4 килограмм картопымыз 360 теңге болады. Өйткені 4-ті 9-ға көбейттім. 3 ондық жұмыртқа, 1 ондық жазбаймыз Диана.
бір он данамыз 200 теңге болатын болса, 3 ондық бізде қанша болады? 3-ті мына 200-ге көбейтеміз, 600 болады, иә? Барлығын қосамын. 0, 0, бір ойда, 10, 11, 14. Яғни семейде бізде қанша теңге болды? 1400. 1400 теңге болды. Енді таразды есептейміз. Таразды есептейміз. Так, сіз есептейсіз таразды. Біріншісіне не жазамын? Біріншісіне 380. 380, дұрыс айтасыз. Екіншісіне? Не істейміз екіншісінде? Дошан, екіншісінде не істейміз? 4-ті 120-ны 4-ке көбейтеміз. Қанша болады? 480 болады, иә? Қандай ма? Сосын 3 ондық жұмыртқаны 180-ге көбейтсе, қанша болады? 540 болады. Дұрыс па? Иә. Нөлдерді қоссақ 0 болады. Мына 8-де 8, 16, 16-ға 4, 20, 0 түсіп 2-сі ойда. 5-ке 4, 9, 9-ға 3, 12, ойдағы 2-мен не болды? 14 болды. Таразда да семейде 1400 теңгеден біз не қылдық? Сиырларға су берген бедіңіз. 2-ні көбейтек 195-ке. Иә. 300, не қылып бүйтіп жатыр? 380, 390. Көшедегі сыйлар. 390. Екіншісі 4-ті 90-ға көбейтеміз, 360 болады, дұрыс па? Иә. 3-ті 190-ға көбейтсек, 300, 570 болады. Сондай ма? Иә, сондай. 0-дерді қосамыз. 0, 15, 15-ке 7, 20, 22. 2 ойда. 6, 6-ға 5, 11, 11-ге 2, 13. Қанша болды? Барлығы болды. 1320 болды. Яғни ең арзаны бізде қайсы екен? Ақтөбе. Ақтөбе 1320. 9-шы А. Так, 9 бізде А дұрыс екен. Түсінікті ма есеп, Досжан? Иә, түсінік. Бұны шығара аласыз ғой, келсе енді ұбт-да? Иә. Осыған ұқсайтын болып келсе де шығара аласыз ғой? Иә. Жақсы. Микрофоныңызды өшіре беріңіз. Так, чатты бір көріп қояйық. Не болып жатқан түсінікті. Дауыс жақсы шығып тұр. Ешкімде өтіп жатқан жоқ па? Менде дауыс жоқ. Ағай, дауысыңыз үзік-үзік шығып жатыр. Так. Все. Келесі 10-шы есепке. Бірінші цифры 7 және барлық цифрлар әртүрлі болатын 3-ке еселі, ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандардың қосындысын табыңыз дейді. Бірінші цифры 7-ге барлық цифрлар әртүрлі болатын 3-ке еселі, ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сан. Ең үлкен бізде 700, 3-ке бөлінетін 702, ең кішкентай, дұрыс па? 702 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Бөліп көсеңдер болады. Ең үлкені 796 ма ең үлкені? Әртүрлі ең үлкені. Жоқ, 796 емес. Мен қателестім. 798 798-де 3-ке нақты бөлінеді. Өйткені олардың цифрларының қосындысы 3-ке бөлініп тұр. Сондықтан да 798-де 3-ке бөлінеді. Енді екеуін қосайық. 798-ге 702-ні қоссақ, 1400, 1500 болады екен. Дұрыс па? 10 бізде не болды? 10 бізде С болды. 10 С екен. Түсінікті ма есеп? 10 есепті шығардық. Бізде 1,5 минутымыз қалды. Мына есепті түсінікті шығар деп ойлаймын. 3-ке қалдықсыз бөлінетінін қалай білдік? Цифрларының қосындысы 9 болу керек, немесе 6 болу керек, немесе 3-ке еселі болу керек қой, в общем. Есеп түсінікті болса, 10 есепті біз бітірдік. Бірінші 40 минутымыз өз мәресіне жетті. 11-ші есепті алдында шығарған едік, бірақ та сонда да қазір бастаймыз. Сонымен, сабақ 10 минут үзіліс, 10 минуттан кейін қайта қосыламыз. Қош сау болайық, уақытынша 10 минутқа. Кірмейтіндер болса, өздері біледі, кіретіндер болса, сіздерді мен асыға күтіп отыратын боламын. 10 минуттан кейін ссылка жіберем, ссылканың үстіне басып кіресіздер. Жақсы. Завершение.